Бал мен грек жаңғағы қосылған чак-чак дайындаймыз. Суық 2 жұмыртқаға 1 қасық арақты қосып, араластырып, ұнды салып, орташа қатты қамыр илейміз. Қамырды пакетке салып тындырып қоямыз. Қамырды 2-ге бөліп, ұн сеуіп жаямыз. Жайылған қамырды ұзыншалап кесіп, бір-біріне қойып, жинап, тураймыз. Сұйық майды қыздырып, туралған қамырды салып, араластырып, сарғайтып пісіріп аламыз. 100 граммдай грек жаңғағын турап, піскен қамырға қосамыз. Балға құмшекерді қосып, құмшекер ерігенше жақсылап араластырамыз, немесе отта бір қайнатып алсаңыз да болады. Балды чак-чакқа құйып, жақсылап араластырамыз. Жұмсақтай тарелкаға салып, ал қатқан кезде турап қойдым. Жасап көріңіз, ас болсын.